ішім мына месячныйым келіп қатты қиналып кеттім. До того ішім ауырып жұмысқа барамай қалдым. Сенде де дәл осындай әрбір етеккір келген сайын ішің ауырып, дене бүтін қалтылдап, дірілдеп, тіпті жұмысқа бара алмай, оқуға бара алмай қиналатын болсаң, сен міндетті түрде келесі анализдерді тапсыруың керек. Біріншіден витаминді, екіншіден қалқанша бездің гормондары и міндетті түрде кіші жамбас қуысының, яғни матканың УЗИ-ін өтуің керек. Егер дәл осы жерде ешқандай өзгерістер жоқ, гормондарың бәрі дұрыс болып жатқан жағдайда, бәлкім сенде кіші жамбас қуысында қан айналым нашар болып жатқан болуы мүмкін. Дәл осы кіші жамбас қуысындағы қан айналымды жақсарту үшін қыз бала интимный фитнеспен айналысқан кезде көптеген жағдайда етеккір кезіндегі ауру белгілері өздігінен жоқ болып кетеді. Яғни қан айналымы жақсарады, аналық бездің қоректенуі, гормондардың өндірілуі, овуляция, сондай-ақ етеккір процесі ауырмай нормальный келетін болады. Жалпы етеккір кезінде ауру сезімнің болуы ол норма емес. Месячный ауырып қиналып жүрген қыздарға дәл осы видеоны жіберіп қой, пайдаң тиіп жүрсін.